қарым-қатынас құрдымға кетеді. Миын жең. Маған көңіл бөл, агрессия жүреді, қиналумен, жылаумен, ешкім еш нәрсені күтпейді. Менен ана жігіт күтіп тұра, осы көңілінде реніш пайда бола бастайды. Сәлем, сіздермен бірге мен халықтың Фаризасы, қарым-қатынас эксперт коучпын, және бүгінгі бізде қозғалатын тақырып идеал қарым-қатынасты құру оңай. Және негізгі 3 жолын айтқым келіп тұр. Идеалды қарым-қатынасты құру үшін ең алдымен қарым-қатынасты күту керек. Яғни қарым-қатынасқа өте қатты күтім қажет. Бұл дегеніміз, яғни адамдар, екі адамда толыққанды болу қажет. Ішкі сенімділік жағынан да, өзін-өзі жақсы көру, өзіне сену, жауапкершілік алу деген нәрсенің барлығы әр адамда теңдей болуы керек. Егер екі адамда толыққанды болатын болса, онда ол сау қарым-қатынасты құрады. Және ол жерде қарым-қатынасқа олар бере алады. Қамқорлық, күтім, уақыт деген нәрсенің барлығын бөле алады. Егер де адамдар сау болмаса, немесе өзі толыққанды тұлға болмаса, екінші адамнан бір нәрсені толықтырып алам деп ойлайтын болса, онда бұл қарым-қатынас құрдымға кетеді. Мысалы қалай? Егер мен үнемі біреудің көңіліне мұқтаж болсам, және көңілді іздеп тұратын болсам, онда қарым-қатынас құрсам да, мен міндетті түрде ол адамның миын жең. Маған көңіл бөл, менімен сөйлеші, менімен қыдыршы, менімен бірге жүрші дейтін боламын. Және бұл үнемі жалғаса береді. Екінші партнер бәрібір шаршайды. Қарым-қатынастың мұндай формасында жүру адамдарға өте қиын. Уақыт өте келе үлкен бір реніштер туындай бастайды, агрессия жүреді, қарым-қатынастағы кризистер басталып кетеді өте ерте. Нәтижесінде ол қарым-қатынас бәлкім ұзаққа баруы мүмкін, бірақ өмір бойы ол қиналумен, жылаумен, сөйтіп күтумен, сұраумен ғана өтеді. Ал екі адам толық болып бұл қарым-қатынасты бастайтын болса, онда екі адам да бір-біріне қамқорлықты, мейірімді, жылуды, сезімді, көңілді бере алады. Ешкім еш нәрсені күтпейді, талап етпейді, ренжіп қалмайды. Тіпті ренжу деген өзі кішкентай баланың ғана позициясы. Ал ересек адамдар қарым-қатынасты құрған кезде біреуден бір нәрсені күтіп отырмайды. Біреу бір нәрсе жасап береді демейді. Және адамдар қарым-қатынастың барысында не жасаса да оны махаббатпен жасайды. Менен ана жігіт күтіп тұра, осы көңілді, немесе мына қыз-ау маған мұқтаж ау деген бағытта емес, мен махаббатпен өзімде толып жатыр, өзімде жетіп тұр да, бұл жылу, сезім, нәзіктік, эмоция деген. Мен бұны с любовью берем. Жалыстан емес та. Яғни аяушылық сезімінен емес, мен махаббаттан беремін. Менде өте көп молшылық дейміз, орысша айтқан кезде изобилие деп айтады бұны. Өзім толысып жатқаннан бөлісіп жатырмын. Бұл өте жақсы позиция. Тіпті толыққанды болған адам ғана адамдармен сау қарым-қатынастар құралады. Тіпті ата-анаға да беру, андай аяп беретін болса, оның берекесі де болмайды, ол көзге көрінбейді. Ал егер адам өзіне жетіп тұрып, ата-анасына сыйластықтан, жаңағыдай махаббаттан беретін болса, онда ол адамдарға да не берсек те ол берекелі, жақсы болып аяқталады. Екінші, идеал қарым-қатынас құруда бізде қалай қарым-қатынас құрып жатырмыз, осыны көру керек. Яғни бізде міндеттімін деген позиция бар, және мен қалаймын,
деген 2 графа бар деп алайықшы парақтың бетінде. Біз көбінесе міндеттімін деген нәрсеге өте көп нәрсені жазамыз. Яғни міндетті болғандықтан ғана істейміз. Мен міндеттімін, қыз болғандықтан тамақ істеймін, үй жинаймын, кір жуамын да, киім үтіктеймін, әйелдер болуы мүмкін да, балаларға қараймын, ата-енеме қараймын. Бұның барлығы менің міндетім, мен міндетті болғандықтан ғана оны жасап жатырмын. Ал негізі менің қалауымда мен мысалы өзімді айтайын, ужин дайындағым келмейді. Маған кешкі асты далада ішкен өте ыңғайлы. Таңғы асты мен дайындай аламын, ал қалған уақытты барлығы маған сырттан ішкен ұнайды. Тіпті енді болашақ менің үйімде де осы принцип жүретін болады. Бұл менің қалауым. Яғни біз өзіміз қалағандықтан емес, көп жағдайда міндеттімін деген позициядан ғана қарым-қатынасты құрамыз. Бұл жігіт пен қыздың қарым-қатынасында болсын, ер мен әйелдің арасында қарым-қатынас болсын, осылай басталып құрылады. Сен міндеттісің, сен қызсың деп бөліп бергеннен кейін, сол міндетін ғана жасайды. Ол міндетті жасаған кезде де адамның ішінде реніш пайда бола бастайды, ішкі агрессия болады. Мен неге жасай берем? Мен неге балаларға қарауым керек? Хотя баланы тек қана мен емес қой жасаған, оның әкесі де бар да. Әкесі баланың тәрбиесіне, оқуына араласпайды. Еще ертең оқу бітіргеннен кейін дұрыс оқымаса, жаңа тентектік жасайтын болса айтады. Ой, оны сен берген тәрбиең анау деп айтады да примерно. Сосын ренжісіп отырады. Осындай болмас үшін ең алдымен басынан бастап қарым-қатынасқа кірместен бұрын осыны шешіп алу керек. Менің міндетімде деп емес, менің қалауымда не бар, осы жаққа көбірек қалап, анықтап, партнерімізбен отырып осыны ақылдасу керек, шешу керек. Мен үнемі жасайтын отбасылық терапияларда, отбасылық консультацияларда мен үнемі осы нәрсеге қатты акцент қоямын. Себебі әйел тек қана міндеттімін сезімінен жасайтын болса, ол жерде махаббат жоқ онда. Ол просто на автомате как робот жасай береді да. Нан бере салады, апара салады, жүре салады. Ол жерде не жылу жоқ, не бір сезім жоқ. Просто робот сияқты. Ал адам өз қалауымен жасайтын болса, біз ол жерге махаббатты қосып береміз да. Мысалы, мына видеоның өзінде махаббат бар, иә. Себебі бұл жұмыс маған ұнайды. Айтқан ұнайды, бөліскен ұнайды, адамдармен жұмыс ұнайды. Мен бұл жерге бәрібір махаббатты қосам. Мен міндеттімін, сол үшін видео түсірем деген сияқты болмайды да бұл. Немесе қарым-қатынаста мен міндеттімін осындай уақыт бөлуге деген сияқты болмайды. Мысалы, мен үнемі қалай, маған ұнайды таңғы уақытта сөйлесу ұнайды. Ұйықтан тұрғаннан кейін күнді жоспарлау ұнайды бірге, талдау, кімнің қандай жоспары бар, не істейді бүгін. Осыны талдап алған өте қатты жақсы әсер береді күнді бастау үшін. Мысалы, мен өскен отбасыда үнемі біздің қалауларымыз бірінші орында тұратын. Мысалы, біздің әкеміз, сен міндеттісің, сен қызсың, бүйтіп отыр, тұр, жүр деген сияқты бұйрық болмайтын. Соның әсерінен де біз мықты тұлға бола алдық. Өз пікірімізді, өзімізді өте ерте таптық десек болады. Кей адамдар 40-50 жасқа келсе өзін таппай кетуі мүмкін, өзін түсінбей кетуі мүмкін. Ал әкеміз бізге осыны берді. Яғни әркім өз қалауымен ғана әрекет етеді. Мен қалап тұрмын, сондықтан оқимын. Осы мектепте, осы жерге, осы кружокқа барам деген сияқты құқықтарымыз болды. Қарым-қатынаста да, барлық жердегі қарым-қатынаста осы нәрсе болуы қажет. Екі нәрсе айтылып талданбайынша ол қарым-қатынас құлай береді және ешкім бір-бірін түсінбейді. Ең қиын нәрсесі бұл жерде агрессия болады. Реніш болады, мен неге жасай беремін, неге маған былай жасамайды, мен балаларға қарап жатырмын, әке-шешесіне қарап жатырмын оның, ол маған бір сыйлық бермеді. Тіпті мен қалағанды айтқан жоқпын да, мен сыйлықты қалаймын деп айтқан жоқпын. Немесе ең басында, ол қарым-қатынастың басында айтылмағанда, ол 10 жылдан кейін, конечно, мен тұрып гүл қалайым десем, сен 10 жыл сұрамағаннан кейін неге сұрап тұрсың деуі мүмкін да. Себебі ол кісіге де ол непривычно дейміз, орысша айтқан кезде біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Неге енді келіп сұрай қалды деген сияқты. Қарым-қатынастың басында ғана бұл шешіліп, анықталып, өзгертіліп, жұмыс жасалып, басталып кететін процесс. Үшінші,
үлкен нәрсе бар, алу беру заңдылығы. Идеалды қарым-қатынаста осы заңдылық тең жүру керек. 50-де 50. Яғни мен қаншалықты беріп жатырмын, алып та отыруым керек та. Тек қана беретін адам ол түбі истощенияға барады. Эмоционалдық тұрғыда бостық болып кетеді. Адамда күш болмайды. Физикалық тұрғыда сенің тәніңді көтеретін жағдай болмай қалуы мүмкін. Энергия болмайды. Тіпті кейде өмір сүруге мотивация болмай қалады. Ең қызығы осы қарым-қатынасты біз уже ең басында бұзып аламыз да. Қыз өте көп қарым-қатынастың басында беріп қоюы мүмкін. Мысалы, жігітке көп көңіл бөледі, жағдайын сұрайды, тіпті тамақ дайындап кетеді. Кейбір кіріп үйін жинап кететіндер бар. И соның бәрін жасап жатқаннан ол алып жатыр, бірақ қызға қайтпауы мүмкін да ол. Ол сөйлесу ретінде, қамқорлық ретінде, сыйлық ретінде оның барлығы қайтпайтын болса, қыз ренжиді. Неге маған бермейді? Мен сонша бердім ғой, неге маған бермей жатыр Фариза ханым деп, сосын маған жазады. Неге бермей жатыр? Себебі сіз берген өзіңіздің жасап жатқан әрекетіңіздің артыңызда күту бар да. Негізі көп берген адам соншалықты көп күтеді. Себебі ол ойлайды да, мен қазір көп беріп алатын болсам, онда ол өзін кінәлі сезінеді, немесе көп алып жатыр ғой, ішінде бір сезім оянады, мен оның өмірінде маңызды бола түсемін, ол мені жақсы көріп қалады дейді да, барлығын беріп тастайды да өзіндегісін. Айтам да мен, қыз бір қадам жасаса, жігіт 2 қадам жасау керек. Көп берудің қажеті жоқ, қыз тойындырып жібересіз. Мысалы, ең қарапайым мысал, кішкентай баланың өзіне де біз тамақ беретін болғанда, оның нормасы бар. Өскен сайын оның нормасы да көбейіп отырады. Егер кішкентай балаға алып кеп, сен ет бере алмайсың да, ол оны жей алмайды, ол тек қана сүт іше алады. Сіз алып кеп оған барлығын тығып жатырсыз, беріп жатырсыз. Әлі анау қарым-қатынас қалыптаспаған, әлі ондай уровеньға жетеді, белгілі бір уақытта тамақ дайындайтын, үйіне барып үйін жинайтын уақыт келеді. Біз уақытынан бұрын асығып тез беріп тастаймыз да, сосын артында күтіп отырамыз. Ол маған қарамады, ол маған сыйлық бермеді, ол мені жақсы көрмеді, тіпті басқа қыз таңдап кетіп қалды. Неге олай болады? Мен барлығын істедім ол үшін. Мен оған кәдімгідей өзімнің бәрін бердім ғой дейді. Вот именно сен бермеу керексің. Алу беруде осы нәрсеге көп мән берілмей жатады. Көп берген адам демек өте көп күтеді ол жерде. Және сол адам ұтылады. Бұл жерде мен мүлдем бермеу керек деген нәрсені айтып жатқан жоқпын. Нормасы бар. Яғни шектен тыс көп әрекет болатын болса, соншалықты ол қарым-қатынас сәтсіз аяқталады. Енді үйленген әйелдерде де бар бұл проблема. Мысалы, күйеуі измена жасайтын болса, ол әйел одан сайын оның асты үстіне түседі. Түрлі курстарға қатысады, сексологқа барады, түрлі жыныстық қарым-қатынасын түрлі позаларын үйреніп кетеді. Ол үйін жинап қояды, балаларын тыныштандырады, тамақтарын дайындайды, күйеуінің асты үстіне түседі. Бірақ керісінше оның барлығын көргеннен кейін күйеуі тіптен алшақтап кетеді. Негізі жақындау керек қой, біздің логика бойынша, біздің ойымыз бойынша. Бірақ тағы да мен көп беріп жатырмын да, мен көп әрекет жасап, тырмысып жатырмын. Ол жақ тек алып жатыр, қабылдап жатыр. Болды, передозировка, ол тойды. Оған ол керек емес. Мен бір нәрсе жасадым ба, болды, жігіттен де бір нәрсе келу керек. Яғни алу берудің заңын біз жүзеге асырмайтын болсақ, онда қирайды. Тіпті табиғаттың өзінде бар, бізде табиғатта күн мен түн бар ауысып тұратын, қыс пен жаз бар үнемі ауысып тұратын. Белгілі бір нәрсе қатып қалған жоқ, үнемі ауысып жатыр, алу беру болып жатыр. Тіпті күн мен айдың өзі белгілі бір уақыттарға алмасып отырады. Олардың өзінде бір заңдылық тұр. Яғни адамдардың да қарым-қатынасында осы заңдылық болу керек. Тек қана бере беру емес, тек қана ала беру емес, алмасу орнаған кезде бізде қарым-қатынас жүреді. Энергетикалық тұрғыдан да, бұл эмоционалдық тұрғыдан да алмасу болады.
Ал бере берген адамда уақыт өте келе бостық пайда болады, ол өзін жоғалтып алады. Себебі оның өмірінде өзінің қызығушылығы болмай қалды ғой негізі. Неге біз біреуге қатты акцент қойып барлығын берем, себебі менің өзім өмірім қызық емес, ана адам күшті сияқты болып көрініп тұр, мен максимум жабысып алуға тырысамын. Әрине ол жерде қарым-қатынас құрылмайды, себебі ол адам да оны сезеді. Және осы тұста бір нәрсені айтқым келеді, өзіңіздің қызығушылығыңыз болсын, әрі құндылығыңыз болсын. Құндылық деп отырғанымыз біздің өмірлік принциптеріміз, өмірлік көзқарасымыз және приоритетке қоятын құндылықтарымыз бар. Біреу үшін отбасы бірінші орында, бала бірінші орында болуы мүмкін. Біреудің отбасында құндылық бұл саяхат болуы мүмкін да. Ал бірінде бизнес деген сынды. Өзіңіздің құндылықтарыңызды анықтап алыңыз. Және жігіт негізі сіздің құндылығыңызбен бірдей, бірақ қызығушылықтарыңыз әртүрлі болуы керек. Егер екі адамның қызығушылығы да дәл бірдей болатын болса, ол қарым-қатынаста ұзаққа бармайды, ол идеал бола алмайды. Неге? Себебі адамда шаршап кетеді. Мысалға айтатын болсақ, бизнес жасайтын адамдар, ерде, әйелде, яғни қызда, жігітте екеуі жерге бір бизнес жасайтын болса, уақыт өте келе екеуі не қыз бен жігіт емес, не бизнес партнер емес, түсініксіз қарым-қатынас болып кетеді. Себебі рөлдер алмасып кетеді. Қыз бен жігіт тек қана қыз бен жігіттің рөлінде. Ер мен әйел тек қана күйеу мен әйел, тек сол рөлде ғана болуы керек. Ал біз алып келіп барлық рөлді тығып тастаймыз. Жігітке сен маған әке де боласың, сен маған аға да боласың, сен маған дос та боласың, құрбы да боласың, даже бизнес партнерің боласың. Мұна бір адамның басында 7 рөл тұрды мысалы. Ол ана рөлдің бәрін атқара алмайды, конечно. Да, ол әрқайсысын 5-10% жүруі мүмкін, бірақ ол идеал бола алмайды. Ал шын мәнінде ол тек жігіт болу керек еді. Немесе тек қана қыз болу керек еді. Болды. Екі адам бірдей қызығушылықта бизнес құратын болса, ол бизнесте де сондай нәрсе пайда болады. Бизнесте хаос, также екеуінің қарым-қатынасында хаос болады. Әрі ол қарым-қатынас құлап қалады. Ондай болмас үшін екеуіңіздің қызығушылықтарыңыз бөлек болсын. Кейбір жерде хоббиларыңыз сәйкес келуі мүмкін. Екеуіңізге бірдей футбол ұнайды, немесе екеуіңізге бірдей саяхат ұнайды. Бірақ жасайтын негізгі істеріңіз, өмірлік қызығушылықтарыңыз әртүрлі болған кезде кездесіп талқылай алатын, талдай алатын әңгіме болады, және екеуіңізде бір-біріңіз үшін бір ашылмаған құпия сыр сияқты боласыздар. Әртүрлі әңгімелер болады, пікір алмасулар болады, және бір-біріңіздің өміріңіз қызықты. Сіз сұрақ қоясыз, ол нәрсе мүлдем хабарыңыз жоқ, сіз оны сұрайсыз, білесіз, жаңа ақпараттармен танысасыз. Яғни бір қазанда қайнап жатырған жоқсыз. Негізі осы кезде бізде идеальны қарым-қатынас құрылады. Бұл негізгі 3 пункт. Егер видео пайдалы болса, онда лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.